Сәлеметсіздер ме? Бүгін өздеріңізге дәрі шөптер туралы таныстыру сабағымызда қарандыз туралы тоқталамыз. Қарандыздың басқаша аттарынан түкті қарандыз, қарақурай, мұқамсілекей деген аттары бар екен. Енді бұл қарандыздың төркіні күрделі гүлдер тұқымдасының Британия қарандыз туысына жататын көпжылдық шөптектес өсімдік. Тұлғалық ерекшелік жағынан алып айтқанда, әдетте биіктігі 50 см-ден 1 метр 50 см-ге дейін өседі. Тұмар тамырлы немесе рессіз түйнек тамырлы. Тамыры етті әрі бұтақшалы келеді екен. Тік өседі, сабағының ұзын жолды қырлары болады. Түп жағында өсетін жапырақтары үлкен, сопақша, дөңгелек тәрізді, сағақты келеді. Сабағындағы жапырақтары кезектесіп орналасқан. Жұмыртқа формалы немесе сопақша дөңгелек формалы. Үші үшкір, түп жағында құлақшасы болады. Жапырақ түбі сабақты жартылай орап тұрады. Жапырақ жиегінде рессіз ара тістері болады. Шоқпас гүлшоғыры басында өседі немесе қолтықта өседі. Гүлі сары түсті келеді. Тұқымша жемісінің айдар түкшелері болады. Өсетін орындар өзен аңғарларында, егіс маңдарында, дымқыл жерлерде өседі. Бұл өсімдік кең тараған өсімдіктер түріне жатады. Дәрілік бөлігі тамыры дәрі болады. Жинау және сақтау жағында көктем мен күзде қазып алып, қалдық сабағын алып тастап, топырағын арылтып, тазалап, жапырақтап, турап сақтайды. Ем болатын аурулар: көкбауыр асқазанды қуаттандырады, сарайды ашады, яғни тәбетімізді дұрыстайды, ауырғанды басады, іштегі баланы тыныштандырады. Құрамында ұшқыш май, кермек дәмді зат, күрделі молекулалы қант тұрады. Істетілу мөлшері 3-9 грамм айналасында болады. Суға қайнатып ішеді немесе томалақ дәрі жасап жейді. Табиғаты ашылау кермек дәмді, жылырайлы, уытсыз келеді. Қолдану жағында созылмалы ашқазан қабынуға, ашқазан ауруларынан болған іш кебуге, қабырғалық жүйке талшықтары ауырғанында, көкірекке бір нәрсе тиіп тұрған секілді болып ауырғанда, сондай-ақ нерв сипатты ашқазан қызметінің бұзылуына, 12 ішек жарасына, ашқазан қабынуына әсер етеді және жатыр жағына қолданады. Қарандыз дәрі материалы болғандықтан созылмалы ашқазан қабыну, созылмалы ішек қабыну, асқазан ішек қызметінің бұзылуы сияқты ауруларға белгілі емдеу дәрілік ролы бар. Ашқазан ауруын емдеу, жел тұрып қалудан кеуде ауыру, құрсақтың кеуіп сықырап ауруы, қабырғалық нерв ауруы, іштегі баланың қозғалуы, мазасыздану сияқты ауруларға белгілі дәрежеде реттеу ролы бар. Оның үстіне көкірек бүйірлерінің зақымдалуы, сондай-ақ жаншу қадалуды бәсеңдету ролы бар. Қарандыз желғызды емдеуге қолданылады. Сонымен бірге тіс ауырғанды белгілі дәрежеде басу өнімділігіне ие. Бұдан басқа қарандыздан хош иісті май жасап, тыныштандыру, бактерияны қыру жақтарына қолданылады. Мұнда бірінші көкбауырды қуаттандыру мен асқазанды жақсарту ролы болады қарандыздың. Қарандыз көкбауыр мен асқазанға барғаннан кейін көкбауыр мен асқазанды қуаттандыру роліне ие. Ол көкбауыр мен асқазанның сәйкеспеуінен болған ас қорытудың нашарлауы, тамаққа тәбет тартпау, күпті болу, іші кебу, іш қату сияқты ауруларға белгілі емдік ролға ие. Екінші жақтан желді жүргізіп ауырғанды бәсеңдетеді. Қарандыз организмге барғаннан кейін қан тамырларды әрекеттендіріп, қан айнасын тездетеді. Жел тосылу себебінен көкірек ауру, қабырға ауру, іші ауру, буын ауру, ревматизм қатарлы ауруларға белгілі дәрежеде емдік өнім болады. Үшінші жақтан құртсыздандыруға қолданылады. Қарандыздың денедегі құрттарды кетіру ролы болады. Ол дизентерия, жұмыр құрт ауруларын емдеуге қолданылады. Сонымен бірге қарандыз көкбауыр мен ашқазанды қуаттандырып, көңіл күйді реттеу, жабырқауды тарату, ауырғанды басу, іштегі баланы тыныштандыру, созылмалы ашқазан қабынуын емдеу, ашқазан ішек қызметінің бұзылуы, көкірек бүйірдің зақымдалу қатарлы жақтарда қолданылады. Сонымен бірге ашқазанды қуаттандырып, желді жүргізеді, ауырғанды басады. Жел тоқтап қалу, көкірек, құрсақ кеуіп ауру қатарларға емдік ролы бар. Сонымен бірге ашқазанды қуаттандыру, несепті айдау, қақырықты түсіру қатарлы жақтарда қолданылады. Сонымен бірге бөгеттерді ашуға да әсер етіледі. Көкбауыр және ашқазанды қуаттандырып, кеудесі толып тұратын, іші кебетін, құсатын, ішететін, дизентерия болатын ауруларға да әсер етіледі. Әдетте қарандызды қайнатып ішсе, кеңірдек тарамдардың қабынуы, көкжөтел дегеніміз балдардың жөтелі, дүзгін жөтелетін ауру. Сондай-ақ кейбір сырттан жіртпейтін дәрілік ретінде пайдалануға болады. Бұдан басқа ревматизмдік желғызуларды тарату, кейбір жаман ауыр қоздырғыштарды төмендету, уытты қайтару жақтарына қолданылады. Сондай-ақ мына холера ауруы, безгек ауруы, туберкулез сияқты кейбір дизентерияларға, созылмалы ішек қабыну, яғни мәншін чаңян дейтін аурулар болады ғой, ішек қабыну қатарларға кең көлемде қолданылады. Енді қолдану жағына келгенде, қарандызды әдетте жеке өзін қолданғаннан гөрі кейбір дәрілік шөптермен сәйкестіріп қолданса да өнімі өте жақсы болады. Әдетте жеке өзін қолданған кезде, мәселен, нерв сипатты
ашказан қызметінің бұзылуынан қарандыздан 9 граммды суға қайнатып ішеді. 12 ішек жарасы асқынған кезде 6-9 грамм қарандызды талқандап қайнаған сумен ішуге де болады. Сабағымыз осыраға дейін сау саламатта болыңыздар.